Бұл видеода сіздерге Photoshop'та 3/4 видеоны қалай жасауға болатынын көрсетемін. Бұл жерде біз ластикті қолданамыз. Тек қана ластикті қолданамыз. Өйткені бізде фонымыз жаңағы бір түсте болмағандықтан тек қана ластикті қолданамыз. Неше түрлі әдісі бар әрине. Бұл жерде масканы да қолдануға болады, бірақтан ең оңайы, жаңағы ең простой мынау нені қолданамыз, ластикті. И желательно, конечно, 3/4 сурет жасаған кезде, суретке түсірген кезде артқы фонын жаңа біркелкі қылған дұрыс. Бірақтан енді әртүрлі ситуация болады. Біреулер суретке түсіреді да, мынаны жасап бер деп жібере салады. Сол кезде енді ластикпен тазалауға тура келеді. Ластикті аламыз. Міне Eraser Tool. Осыны аламыз да, жаңағы жесткость примерно осындай аламыз. 80, сондай бір 83-те болады, 82 осындай размерді аламыз да. Мына жағын кілтті алып тастаймыз. Окей. Және де арт жағын бір цветпен боясаған дұрыс. Сразу көк цветпен боясалайық. Біз 3/4 жасаған кезде көк цветті қоятын боламыз. Примерно осындай көк цветті құямыз. Мына арт жағынан бір слой жасадым да, мынаға үстіге лақтырам. Сол кезде сразу результатын көріп отырамыз, қандай болатынын. Ал ластикті аламыз. Енді өшіре бастаймыз. Былайынан дәу қылып алуға болады басында. Үлкен қылып, мынандай қылып тазалаймыз. 80 қылып алғанымыз, мысалы шаштарға келген кезде былайынан тазалауға болады. Мышкамен жылдам басып. Басамыз, мышканы жылдам. Егер жесткость кішілей көп болып кетсе, онда былайынан болып қалады да, бетше. Ондайдың бізге қажет жоқ, сол үшін кішкене мягкий қыламыз да, өстіп аламыз. Содан уже детально келген кезде размерді кішірейтеміз да, уже былайынан тазалай бастаймыз. Егер мынандай үш бұрышты жерлер болса, онда мына инструмент аламыз. Лассоны аламыз да, үш бұрыш, осындай бір үш бұрыш жасаймыз. Шегірім. И delete басамыз. Деген сияқты. Қазір мен жылдам тазалай салам. Бұл жерде былайынан кетіре беруге болады. 3/4 сурет жасағаныңызда көрінбейді особо. Мына жерде егер түсу болса, мынандай жерлер, бұны аламыз да, бір жерде өшіреміз да, екінші жеріне барамыз. Сол кезде shift ұстап тұрып басқан кезде мынандай түзу сызық болып түседі. Енді бізге 3/4 қалай жасауға болады? Ең бастысы, біз мына инструментті қолданамыз. Жаңа кадрированиені. Ең біріншісі таңдаймыз, crop tool. Мен мына жерде размерлерін жазып қойғам уже. Басында 3/4 жасаған кезде. Соны мына жерге басасыз да, екіншісін таңдайсыз. WXH, X resolution таңдаймыз. Сол кезде біріншісінде 3 см, екіншісінде 4 см, үшіншісіне 300 деп жазасыздар и пиксель инч деген белгілейсіз.
сантиметр емес, сантиметр болса уже размері басқаша болып кетеді. Соны белгілеп болған соң неге барасыз, керектісін таңдайсыз. Мына жерден мысалы желательно, конечно, екі иықты алған дұрыс. Былайынан екі иықты, мына жақ бірақтан иығы дәуле болып тұр мына кісінің. Сабақ болған соң кейін түзу болу үшін былайынан кішкене істеуге болады. Былайынан наоборот. Примерно осындай. 3-4 сурет жасадық. Енді бізге бұны распечатка жасау үшін екеуін мынау екі слойды біріктіріп жүресіздер. Ctrl-E-ге бассаңыз, екеуін белгілейсіз, Ctrl-E-ге басасыз, екеуі бірге болады. Содан кейін желательно мынаған кішкентай рамка берген дұрыс. Строукқа басасыздар да, бір пиксель, екі қап-қара емес, бір серый цвет берсеңіздер болады. Окей, сол кезде 3-4 шығарған кезде, кескен кезде ыңғайлы болады. Окей дейсіздер. Потом новый слой жасайсыздар, new дейсіздер, файл new. И осы жерде, мына жерде негізі international paper дегенде тұрады сіздерде. Осы жерде тұрса да, мысалы, мына жерде A4-ге жазсаңыздар да болады сразу. Бірақтан обычно 10-15 қағазына көп шығарады, сол үшін 10-15 білейміз. Сантиметрді аламыз мына жерде. И мына жерге 10-15 деп білейміз. Окей. Содан кейін біздің бағана жасаған слойымызды аламыз да, мына жаққа лақтырамыз. Біздің 3-4 суретіміз. Міне бізде кішкентай рамка белгіленіп тұр, мына шет жағында. Кескенге ыңғайлы болады. Егер көйлегі ақ болса, сондай кезде мына жақ қара болып тұрады, белгіленіп тұрады. Көйлегі ақ болып мына жерде ақ болса, бір-біріне сливаться етті, көрінбей қалады. Мына жерге қоясыздар да, мына шет жағынан кішкене алшақтау аласыз, өйткені шет жағын принтер шығарған кезде көрінбей қалады. Біреуін лақтырып аласыз, содан кейін екіншісін шығару үшін Alt-ті басасыз и Shift-ті басасыз. Alt деген копирование и Shift деген ол жаңа бір уровеньде жылжытын болады былайынан. Мышкамен қаяқ жылжытасыз солай. Лақтырасыз екінші жағына, содан кейін 1, 2, 3, примерно 1, 2, 3 деп клавиатурамен басасыз оң жаққа. Содан кейін тағы үшіншісін белгілейсіз. 1, 2, 3. Содан кейін барлық слойларды белгілеп аласыз да, барлық слой белгілеп Alt-ті басасыз, содан кейін Shift-ті басасыз. 1, 2, 3. Содан кейін тағы да 1, 2, 3. Болды, 3-4 суретіміз дайын. Сохранить етсек болады, немесе сразу распечатка, принтер, принтті басасыздар да, распечатка жасай бересіз. Бізде принтер орнатылып тұрған жоқ, сол үшін ошибка жазып отыр. Мына жер басқаша ғой негізі. Цветной принтерден шығарасыздар, менде цветной принтер жоқ, соған байланысты осындай сообщение шығып тұр. Мынау 10-15 қағазымен шығып тұр. Но бірақтан кішкене дұрыс емес болып тұр настройкасы. Принтерлеріңізде 10-15 қағазын таңдайсыздар, сол кезде бәрі дұрыс болып көрініп тұрады.